Ассалаумағалейкум көрермендер. Біз бүгін Сауд Арабиясы жайлы мәліметтер айтатын боламыз. Сауд Арабиясы патшалығы әлемдегі ең жабық мемлекеттердің бірі. Осы елге қатысты қызықты фактілерді білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл елде ислам дінінен бас тартқандар және жинақорлықпен айналысатындар, адам өлтіргендер, балгерлер өлім жазасына кесіледі. Сауд Арабиясы орналасқан Араб түбегі жазда плюс 50 градус температурадан түспейтін әлемнің бірден бір елі. Сауд Арабиясында мұсылмандар үшін ең қасиетті екі қала орналасқан, олар Мекке және Медина қалалары. Мемлекетте діни нормаларды бақылайтын арнайы полиция қызметкерлері бар. Олардың міндеттері қасиетті Мекке, Медина қалаларына басқа дін өкілдерін кіргізбеу, ал шариғат заңдарын бұзғандарға айыппұл салынады. Патшалық мұнайды өндірудің және сатудың әлемдік көшбасшысы. Қара алтын қорының 1/4 бөлігі осы мемлекетте орналасқан. Жұмыс аптасы жексенбі күні басталып, бейсенбі күні аяқталады. Демалыс күндері жұма және сенбі күндері. Мемлекеттің атауы Әл-Сауд дәулетінің құрметіне осылай аталған. Бұл династия әлі күнге дейін Сауд Арабиясын басқарып тұр. Билік тек қана осы әулеттің мүшелеріне ғана мұрагерлікпен беріледі. Патшалық мұнайға бай болғанымен, Сауд Арабиясында су өте аз. Судың 90% шет елдерден сатып алынады. Бұл елде бензин судан 2 есе арзан бағаға сатылады. Шариғат бойынша пайыз харам болған үшін банктер несиені 2%-бен береді. Оның өзі банктың операциялық шығындарын жабуға кетеді. Тағы бір қызықты ақпарат. Сауд Арабияда түйелердің сұлулық жасы болады. Патшалықта түйелерді өте қатты бағалайды. Саудиялықтар түйелердің елге жетіспеушілігіне байланысты оларды Австралиядан сатып алады. Сонымен қатар Австралиядан топырақ та сатып алады. Себебі елде құрылысқа топырақ табу өте қиын. Әдетте әйелдерге жұмыс істеуге рұқсат етілмеген. Сондықтан іш киім сататын дүкендерде сатушының жұмысын тек қана еркектер атқарған. Әрине, нәзік жандылар үшін бұл үлкен ыңғайсыздық тудыратын. Сол себепті 2012 жылы ер адамдарға іш киім дүкендерінде сатушы болуға тыйым салынды. Саяси партияларды ашуға жан жүзінде тыйым салынған. Әйелдер күйеуінің, әкесінің немесе ағасының рұқсатын алмай дәрігерге көріне алмайды. Патшалықта балалар үйі мүлдем жоқ. Егер баланың ата-анасы қайтыс болатын болса, оларды туысқандары асырап алады. Қоғамдық автокөліктер сирек кездеседі. Жергілікті тұрғындар өз автомобильдерімен немесе таксимен жүргенді жөн көреді. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуға ұмытпаңыз. Аман сау болыңыздар.